Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз бүгін керемет айт мейрамдамыз. Бұл айт мейрамы мұсылмандардың ең бірінші қуанышы, екінші қуанышы ол Алланың алдында. Бүгін біз осы қуанышқа орай мереке болғандықтан біз бауырларымызға бір сыйлық жасамақшымыз. Ол сыйлығымыз кішкене ғана мындай мешіттерде осы бауырларымызды таратамыз. Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі тахабу, яғни бір сыйлық сыйлаңыздар, бір-біріне жақсы көресіздер дейді. Сондықтан осындай сыйлық сыйлауды жөн көрдік. Сізге сыйлық хадия. Айтқа. Нағыз әке, сізге де. Хадия. Айтқа. Хадия. Бүгін және де Алматы орталық мешітінде керемет жиындар болып жатыр. Соларды көреміз. Орталық мешітте осындай рәсім болып жатыр. Айт мерекесіне орай. Мына жерде арқан тартысы жатыр. Шалбарыңа бүйтіп өтіп қайрайсың. Бір, екі, үш. Ей, машалла. Ана кісі арқан тарта салды ғой, адамы. Мына жерде бір тартып жатыр. Жігіттер ана жігіт бағаны тартып жатқан, әлі тартып жатыр. Қанша болған құдай біледі. Машалла жетеді. Бол, мына шығып жетеді. Мына жерде тағы бір қызық болайын деп жатыр, Алла қаласа. Бол, адам бол. Қаптыр. Так, бесеу болып кеттіңіздер ма? Жарайды. Бәрі бүйтіп тұрыңдар. Бұл айт мерекесіне орай болып жатқан іс-шаралар орталық мешіт. Мына орталық мешіттің алаңы. Бісміллә. Кереметі. Қандай тамаша. Бір. Мына жерде Бұл кішкене ой жігіттердің болмақшы ойын шарты сондай. Бісмилла. Адам күшіне сенбейді бұл жерде. Бажаттаған мақалға сенуге тура келді. Мына кісі бүйтіп тұр ғой. Тақиын теріс киіп аламын. Ал, бісміллә, бастаймыз. Кім мақалды? Бір мақалды қайталамайсыздар. Мына жерде жер тартып, мына жігіт бағаны тартып жатқан, білмеймін. Екі 212 рет тартыпты мына жігіт. Жамағаттың арасынан 212 рет дейді. Машалла. Қайсысы? Отан отты мана? Отан жайлы біреу жүрші, жаңадан шығады. Отан үшін ертең дауыс беріңдер халқым деп. Болды ма? Екінші орын ба? Жақсы, иншалла. Үшінші орын аты кім? Абзалға үшінші орын мына қасиетті Құранның артықшылығы жайында 40 хадис, жастарға арналған 30 хадис, адамдардың насихаты бірінші орын. Машалла. Аллаху акбар. Ал. Үшінші орынға талас. 1, 2, 3. Ұжым үшінші орын. Мына арқан тартыстың финалы. 1, 2, 3. Бірінші орын. Кетті. Ал. Бұраға дем салдырма ана қайда, дем қайда. Ей, машалла. Бұна айқаймен бір айын қосанатын болды. Болды. Жердің бәрін сыз тастады ма? Финал. Бітті. Ана кісінің аяғынан аяқ киіммен саусақ шығып кетті. Шанша бірінші. Осындай қызықтар болып жатыр біздің орталық мешітте. Керемет. Бұл жерде теннис болып жатыр.
Мындай караш үйдө ичинде той болуп жатыр. Айт туурасында. Осындай керемет караш үйдө. Ошол жерде үлкен кишилер, карттар десек де болот. Орталык мешит, Алматы орталык мешитте айт мерекеси. Осындай керемет форматта өтүп жатыр. Айт мерекеси әлде жалғасуда. Ендігі кезек балалар ойынына берілген. Қараңыздар. Балалар ойын ойнап, балалар мәз-мейрам. Керемет мейрам. Балаларға керемет мейрам жасап берсек, айт мейрамында балалар осы айт мейрамын сондай сағынышпен иншалла күтетін болады. Керемет бәрі мәз мейрам. Алматы орталық мешітінде осындай қызықтар болып жатыр. Айт мерекесіне орай. Бұл айт мерекесі бір мұсылмандардың қуанышы. Осындай қуаныштардан қуанышқа жете берейік.